Ассалаумағалейкум достар, қалдырыңыз қалай? Мен сол қазақ автолеті есім Жұлдызбек, Ақтау қаласы әрдайым сіздерге бір пайдалы видео түсіріп отырайын. Сіздер лайк, кайф басып, лайкап айтып, кайфап айтып, комменттерін толтырып, осы видеоны жіберіп отырыңыздар. Сіз болмаса, сіздің бір бауырымызға, бір мұсылман бауырымызға пайдасы тиіп қалады. Ендеше қарайық достар, біздерге көп қойылатын сұрақтың бірі. Қыс келді, печканың проблема басталды. Достар, айтады көбіне, менің көлігім братты өз жағынан жақсы сұрап, водитель жақтан, пассажир жақтан тым салқын ұрмайды, немесе жай ыстық. Ол жақта неге біздің жақта ыпысы, пассажир жақта жай ұрады ыстықты дейді. Печке бір емес пе деп. Достар, мынандай екі себеп бар. Климат контролі бар автокөліктерде екі жақта да заслонка болады, ашылып жабылатын. Соның біреуі істемей қалуы мүмкін, меняқтікі немесе меняқтікі. Екінші себеп, обычно простой комплектацияда мынандай достар, любой печке бәрінде бірдей осылай салынады, водитель жақ астынан туғысы келеді, шығады, кетеді. Енді қараңыздар, достар, мынау пассажир жақта алайық, мынау водитель жақта алайық. Печка бок всегда соңғы жаққа толады, соңғы жаққа жиналады. Сондықтан не істейді? Ыстық суымыз былай айналып тұрады постоянно. Сосын водитель жақтан ыстық ұрады да, бер жағы қатты ысымағасын салқын ұрады. Достар, бір сұраққа жауап бердім деп ойлаймын. Сондықтан, егер видео ұнап жатса, лайкты басып, комментарияны жазып, осы видеоны жіберіп отырыңыздар. Сондықтан, қыста тонбай печкамызды ауыстырып жүрейік. Есім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Әрдайым сіздердің көліктеріңіз, сіздерді далада қалдырмас. Сау болыңыздар.